жұбан молдағалиев 1920 жылы туған, қазақ ақыны, аудармашы, журналист, Қазақстан Республикасының халық жазушысы, Ұлы Отан соғысының қатысушысы. Соғыстан кейін Лениншіл жас, қазақ әдебиеті газеттерінің Жұлдыз журналының редакциясында жұмыс істеді. Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы болды. Жеңіс жырлары деп аталатын алғашқы өлеңдер жинағы 1949 жылы жарық көрді. Жұбан Молдағалиевтің поэмалары азаматтық сарынға, лирикалық көңілге толы. Жыр туралы поэмасында ол татар ақыны, кеңес одағының батыры Мұса Жәлелдің ерлігін жырлайды. Жесір тағдыры кітабында қазақ әйелдерінің өткен дәуірдегі ауыр өмірі мен қазіргі кездегі олардың өз бақыты үшін күресін көрсетеді. Мен қазақпын поэмасында қазақ халқының өмірі, ұлттық ерекшеліктері шынайы көрініс тапқан. Айтым сәлем атты лирикалық поэмасы махаббат пен ерлік жайын жыр етеді. Құрманғазының атақты күйінің желісі бойынша жазылған Кісен ашқан поэмасында халықтың рухани өсуін баяндайды. 1970 жылы ақынның таңдаулы шығармаларының 2 томдық жинағы шықты. Өз шығармаларында ақын туған жерін, оның гүлдеуін жырлайды. Еңбек адамдарының жасампаз жұмысшылар мен өркениеттің жолындағы еңбеккерлерді дәріптейді. Елінің өркендеуі, халықтар достығы Молдағалиев шығармашылығының негізгі өзегі. Ол 100-ден астам лирикалық өлең, 20 шақты поэма жазды. Қыран дала және сел атты соңғы шығармалары үшін мемлекеттік сыйлығына ие болды. Ал Кісен ашқан кітабы Абай атындағы мемлекеттік сыйлықпен аталып өтті.